мен айналайын білмеймін. Қайда деген бәрістер? Бала құсап шулап кеттіңіздер ғой бәріңіз. Не деген шум, не деген шум. Сәл сабыр сақтайық та ата-аналар. Мына жерде директордың жеті құлағы жоқ қой, бәрімізді тыңдайды. Өздерің сияқты ата-ана ғой, міне, сабыр сақтап отыр. Бір-бірлеп айтсаңдар да естиміз ғой. Кәні кім, не? Бәрін шешеміз, уайымдамаңыздар, бәрі шешіледі, шешеміз. Шешеміз деп, сендер ештеңені шешіп атқан жоқсыңдар. Сендер бізді шешіндіріп атсыңдар. Әні, дұрыс. Не керек шешініп қалды? Немене болды сіздерге? Ай, риза болмаймын ау. Дәл қазір сізге өкіметте риза болып тұрған жоқ. Мен ризамыз. Айналайын ау. Үкімет айтты. Бала санын көбейтіңдер деп. Ақ көңіл байқұс атқа жоқ қой. Жетеуін тудым. Ай, соның жетеуінің пособиясына бір балама кітап-дәптер алдым. Мақұл, ала қояйын. Қалған алтауы не ғой? Не кітап берем? Өзім жазып берем бі кітапты? Айналайын, сіз тоқтаңызшы, сіз мысалға, өзіңізде, мысалға, туғаннан басқа не жұмыс дейсіз мысалға? Туғанның өзі жұмыс. Керек оның барлығы. Стоп! Негізі бар ғой, мектепті оқушының бүкіл сумкасын біз алып береміз. Мектептегі жаңағы кітап-дәптерін біз алып береміз. Сондағы жаңағы сөмкелерінен бөлек парталарын біз алып береміз. Сонда біз не алып береміз сонда? Біз бәріне. Сен жұмысыңа барсаң, не істеп тұрсың бұл жерде? Иә, кешірістер бе кешірістер. Совхоз ғой біздегі. Bir tırlıkpen kelgen edi. Ya. O zavkozun koyunuz. Şişenşi problemimiz. Şişemiz. Aytlangaç. Kelip oturmuz. Atana şişemiz de jiberek деп қашан қарасаңдар. Қойсаңыздаршы. Не деген шум, не деген шум. Сәл сабыр сақтайық. Сұрақтарыңызды біртіндеп қойыңыздар. Жаңа ғана айттық қой. Сіз өте бір міне ғой, міне көрегенді, мәдениетті қандай адам сөйлесі көп приятно мінекей көрің. Енді менде бір осы мектепте сіздердің мектептеріңізде менің де немерем оқиды. Сіз не мәселемен келдіңіз? Бала балдан тәтті, немере жаннан тәтті дейді. Немере қатты тәтті болады. Тәтті. Сол немеремнің атына мына жерде сіздерге қанша спискі жазып жіберіпсіздер. Соның бәрін қайттын, ол ата-аналар қалай ақша жеткізеді? Қаншама спискі жазып жібергенсіздер. Мен қазір оқып берейін, сабыр сақтаңыздар мені. Күнде келеді бізге ондай список оқыңыз. Мына жерде сабыр сақтайықшы, сабыр. Не деген шум бұл? Горшок деп жазыпсыздар. Сұйық сабын, әжетхана қағазы, файл, 2 килограмм шекер, 3 килограмм картоп, шампунь, макарон 2 килограмм, зубочистка. Кешіріңіздер, мен үйдегі спискін алып кеттім продуктыны. Мұнай жақта. Список бердік, бірақ кішкене ғана список бергеніміз соны өзінде түсінбей қалдық енді. Мына жерде гүл деп жазыпсыздар. Гүл керек енді. Гүл мектепті гүл көркейтеді. Гүл көркейтеді. Терезелердің алдында гүлдер тұрады. Керемет емес пе? Гүл не үшін керек? Қанша бала оқиды мектептеріңізде? 2000. 2000 бала? Жыл сайын 2000 бала 2000 гүлден алсақ, сіздердің мектептеріңіз ботанический сад болады ғой. Жоқ, енді оның құлайтыны бар, сынатыны бар, енді оның енді 2000-нің бәрі әкелмейді, үйге кететіні бар деген сияқты енді. Мақұл, гүл дейік. Мақұл, гүл дейік. Сұйық сабын деп жазыпсыздар. Сұйық сабынның не керегі бар? Қол жуады ғой қызықсыз сізде енді. Ағай, мен енді. Қай балаға 2000 баланың қайсына үйінде сабын алып керем мен? Сіздікі дұрыс. Мынаған қайтып қосыламыз? Неге? Әжетхана қағазы деп жазыпсыздар. Оны не істемексіздер сіздер? Неге пайдаланасыздар, оны түсінбедім мен. Қызықсыз не үшін деген не сен? Сіз енді әжетхананың қағазымен аузыңы сүртпейсіз ғой енді. Әжетхана қағазы күш, ол үйінде айналайын-ау. Айтшы бәрін, айтшы. Ана баспаның кітабын әкелсең, мына баспа дейсің. Мына баспаныкін әкелсең, ана баспа дейсің. Айналайын, ана ғалымдарыңа айтшы. Bir bölmede bir жерде отырып шығарып кітапты. Баспасына кітап шығара бермей арағайсыз. Айналайын-ау, миым қатып Сен мені қояқтың ба? Не қойбәттің ба? Әбден миымды жеп бітірді қой сен меніге. Айналайын-ау, баспа. Ай, саған айтып отырмын, айналайын-ау. Ой, кешіріңіз, ойлайын. Айналайын, айт, ана ғалымдарыңа айт. Немене бәле, баспасына кітап шығарады? Айналайын, шаршадым мен. Ай, атамұран әкесе, басқасына келдік, басқасына келдік, шаршадым мен. Шаршамаңыз, бәрі реттейміз, уайымдамаңыздар. Не деген шум, не деген шум. Қашан келсек реттейміз деп шығарып салсың. Сәл сабыр сақтасаңыздар. Мен әлі біткен жоқпын ғой мына жерде, біткен жоқпыз ғой.
сөзді бөле бердіңіздер ғой. Айтыңызшы, иә. Сосын мына парталарыңыздың бәрі ескіріп кеткен. Бәрі ескі. Көрдіңіз ба, біз мені өзімізді ойламаймыз. Біз мына балдарға бірдеңе, балдарды ойлаймыз ғой, біз көрдіңіз ба, иә. Мына глобустарыңызда 80 жылғы глобус. Бәрі реттеледі ғой, бірақ енді сіз керемет өзі бір өте сыпайы, сондай мені мәдениетті, сөйлесуге қандай қызметте істейсіз өзіңіз? Мен де мектеп директормын. Сіз де мен де мектеп директормын. Мына мен өзі солтүстіктен келіп көшіп келгенбіз. Бізде солтүстікте 4 балаға байланысты мектебіміз жабылып, сосын қазір жұмыссыз қалдық. Сізде мені көрдіңіздер ме? Соны қадірін білмейді ғой, мені мектеп бар, бәрі бар, мені ата-аналар көрдіңіз бе? Осындай ата-аналарды жиналысын көру біздің солтүстікте бақыт. Көрдіңіз бе? Соның қадірін білмейді ғой бұлар, көрдіңіз бе? Сіз ана кішкене директор болғаннан кейін айтып болдыңыздар ма? Сіздерге кедергі жасап жатқан жоқпын ба мен? Жоқ, не мәселемен келдіңіз? Мен жалғыз басты анамын. Дұрыс қой, екі басты ана жоқ қой, бәрі де жалғыз басты, енді бір басты. Сіз мені кекетіп тұрсыз ба? Жоқ, кекетіп тұрған жоқ. Жарайды, не мәселемен келдіңіз? Мен сізге айтайын деген мәселем, менің балам күнде сабақтан аш келеді. Өткенде осы мәселені талқылаған болатынбыз. Жалғыз басты аналарға және көмек беретін көп балалы отбасылы балаларына тамақ мектептен тегін беріледі деген болатын. Қане тегін тамақ? Қане берем дегендеріңіз документті жинаттыңыздар. Қане тегін тамақ? Мен күніге, мен жалғыз басты анамын, менің уақытым жоқ баламды тамақтандыратын. Жұмыстан сабақтан тойып келу керек ол. Ойбой, мына түріңмен біраз уақыт жалғыз басты болатын сияқтысың ғой. Не деген? Айналайын, міне қасыңда 7 балалы ана отыр. Сен бір балаң, бір штук балаңды шошаң етіп міндеттенесің. Міне 7 бала туып отыр. Сіздерді 7 туам? 7 бала тауып? Мен 7 бала тапқам, айналайын. Биылдан бастап 1-ші сыныпқа барған балаларды 3 тілде оқыту керек дейді. Өзінің тілі енді шығып жатқан баланы 3 тілде оқытамыз дейді. 3 тілде бірақ шығады, нең бар онда оқи берсін, онда нең бар. Саламатсыздар ма? Ой, сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер. Келіңіз бәйтерек. Біздің мектептің директоры. Ата-аналар ғой сізге жиналып еді. Жарайды, жұмысын істейін, Бағана солар бос қайда? Ана біздің кабинетті жуып тастаңдар. Жуамын. Ата-аналар жиналды ма? Түгел жиналдыңыздар ма? Бағанадан бері жиналдым. Мұраттың шешесі келді ма, Мұраттың ата-анасы? Мен келдім. Мұраттың ата-анасысыз ғой? Әңгімен бар. Сізге әңгімен бар. Мейлі. Ырыскелдінің ата-анасы бар ма? Ырыскелдінің? Келдім. Мен. Сізбен де әңгімен бар. Менде де бар. Әбілге қайда? Әбіл деген оңбағанның шешесі бар ма? Келдім. Мен. Сіздердің барлықтарыңыздың оңаша әңгімен бар. Тұрыңыздар, бастан бастаймыз. Не дегенсің? Қайталап айтамыз ба деп қояды. Бір рет қайталап емес 100 рет айтасың әлі. Миллион рет айтасың.